Қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. 115-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы ғаламшар құпиялары, дара және күрделі сан есімдер. Сабағымыздың мақсаты: тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілейсің, соған сүйеніп мазмұнын айтасың. Сөйлемнен сан есімдерді тауып, дара немесе күрделі екенін ажыратасың. Балалар, оқулығымыздың 99-ші бетіндегі 54-ші жаттығу. Мәтінді мұқият тыңда. Бір жылда күн мен түн 2 рет теңеседі екен. Оларды көктемгі және күзгі теңесу деп те айтады. Көктемгі теңесу 22-ші наурызға, ұлыстың ұлы күніне дөп келеді. Ал күзгі теңесу 20-ші қыркүйекке сәйкес келеді. Күн мен түннің көктемгі теңелуін әлемнің көптеген халықтары мереке ретінде атап өтеді. Күн қозғалысына негізделген есеп бойынша нағыз көктемнің келуі осы күн мен түннің теңелуі екен. Дана халқымыз бұл уақытты жылдың басы деп есептеген. Осы күннен бастап табиғат та, жер ана да, жан-жануарлар да түлейді, жаңғырады. Балалар, осы мәтіндегі сан есімдерді табайық. Бұл мәтінде 2, 22, 23 деген сан есімдер бар. Енді 2 және 22 сан есімдерін салыстырайық. Қарайықшы балалар, 2 деген сан есім бір сөзден жасалған, 22 деген сан есім 2 сөзден жасалған. Балалар, сан есім дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара сан есім бір сөзден жасалады. Мысалы, 5, 6, 1, 3. Күрделі сан есім 2 не одан да көп сөзден жасалады. 19, 264, 12, 45, 5. Күрделі сан есім құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Мысалы, 19, 151. Жақсы балалар, дара және күрделі сан есімдерді білсек, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Сәуірдің 21-і сынып жұмысы. Оқулығымыздың 99-ші бетін ашамыз. 55-ші жаттығуға қарайық. Мәтіннен сан есімі бар сөйлемдерді теріп жаз. Яғни мәтін берілген, сол жерден тек қана сан есімдері бар сөйлемдерді теріп жазып, сан есімдердің дара немесе күрделі екенін табамыз. 56-ші жаттығуға қарайық. Берілген сан есімдерді сөзбен жаз. Олардың дара және күрделі екенін дәлелде. Яғни мына жерде 7, 9, 11, 27, 189, 620 деген сан есімдер цифрмен беріліп тұр. Біз осыны сөзбен жазуымыз керек. Дара сан есімдерді бір бөлек, күрделі сан есімдерді бір бөлек жазайық. 57-ші жаттығуға қараңдар. Мәтелді жатқа жаз. Білгенің 19, білмегенің 99. Сан есімдерді тауып, астын сыз. 59-ші жаттығу. Мәтінді оқып, сан есімдерді сөзбен көшіріп жаз. Дара сан есімнің астын 1, күрделі сан есімнің астын 2 рет сыз. Балалар, бір жерде мәтіннен тек қана сан есімдерді сөзбен көшіріп жазамыз. Тапсырманы дұрыс асықпай орындаймыз. Балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымыз дара және күрделі сан есім туралы бәріміз де жақсы білген сияқтымыз. Тапсырманы ұқыпты орындауға тырысамыз.